Қайырлы күн, құрметті көрермендер, студия қонақтары. Бүгін алғаш рет облыстық ішкі саясат басқармасының және әлеуметтік бастамалар орталығының жетекшілігімен облыс деңгейіндегі тұңғыш рет қоғамдық саяси және рухани көкейкесті мәселелерді талқылайтын арнайы бағдарламаның бүгін тұсауы кесіліп отыр. Қош келіпсіздер. Бағдарламаны ашудағы негізгі мақсат облыс аумағында болып жатқан түрлі қоғамдық саяси процестер мен әлеуметтік қарым-қатынастар және діни саладағы, мәдениет саласындағы түрлі ағымдар мен іс-әрекеттердің арасындағы байланысты барынша тереңірек зерттеп, жете қадағалап, соны облыс халқына жеткізіп отыруды мақсат етіп, облыстық әкімшіліктің тарапынан және облыс әкімі Мырзахметовтың бастамасымен осы бағдарламаны бүгін тұңғыш рет ашылып отыр. Құрметті көрермендер, сіздерді құлағдар ету үшін мінекей бүгінгі біздің хабарымызға облыстық ішкі саясат басқармасының бастығы Гүлмира Жаппарқызы Тағаева ханым және де облыстық әлеуметтік ішкі саясат басқармасының жанында әлеуметтік бастамалар орталығының директоры Нұржан Арыстанбекұлы қатысып отыр. Осы орайда Гүлмира Жаппарқызы, өзіңіз мінекей облысымыздағы үлкен күрделі мәселелердің басын тоқайластырып отырған, оның ішінде саясат, оның ішінде жаңағы әлеуметтік қоғамдық қатынастар, оның ішінде мәдени, діни ағымдардың бәрін жете қадағалап, соның жұмысын үйлестіріп отырған мекеменің басшысы ретінде сіздердің тараптарыңыздан ішкі саясат басқармасының тарапынан қандай іс-шаралар атқарылып жатыр және жоспарланып отыр, осы туралы бір-екі ауыз әңгіме айтып кетсеңіз тарқатып көрермендер үшін. Құрметті көрермен, бүгін оңтүстік Қазақстан облысының аумағында мемлекет, қоғам және дін атты бағдарламаны ашылғаны өте заман талабына сай деп есептейміз. Себебі оңтүстік Қазақстан облысы көп ұлт, көп конфессия шоғырланған облысқа жатады. Одан қоса оңтүстік Қазақстан облысының 80 жылдық тарихы бар. Жаңа 9 жолдың торабында орналасқан өлке екенін ескерсек, бұл біздің облыстағы халықтың мекендеген жайына қарай көп сырттан ықпалдар болуы мүмкін деп санаймыз. Сондықтан жаңа жүргізуші ағамыз айтқандай, дәл қазір облысымыздағы ішкі саяси тұрақтылыққа келетін болсақ, облыстағы ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде біздің ішкі саясат басқармасы құрылған. Ішкі саясат басқармасының құрамында қазіргі сол қоғамдық саяси тұрақтылықты қалыптастыруға жастар орталығы, әлеуметтік бастамалар орталығы, халықтар достығы сарайы қызмет атқарып келеді. Ал енді облыстағы сол қоғамдық саяси ахуалдық тікелей араласып қамтып отырған ұйымдарға келетін болсақ, дәл қазір 17 конфессияға жататын 794 діни бірлестік бар. Соның 90-ы христиан бағытында болса, 704-і ислам бағытында. Ал енді үкіметтік емес ұйымдарға, қоғамдық ұйымдарға келетін болсақ, қазір облыстағы саны 972-ге жетіп отыр. Ал енді сол үкіметтік емес ұйымдардың, қоғамдық бірлестіктердің қазіргі облыстағы іс-әрекеттеріне келетін болсақ, облыстық басқарма тарапынан арнайы әлеуметтік тапсырыстар арқасында біз сол қоғамдық саяси тұрақтылықтың қандай жағдайда екенін, қай мәселелерді алдын алуға тиіс екенін үстінде біз жұмыс атқарып келеміз. Ал енді жаңағы біздің басқармаға қарасты әлеуметтік бастамалар орталығына келетін болсақ, 2011 жылдың қараша айында бірінші болып Қазақстан Республикасында құрылған құрылым. Ол құрылым қазіргі осы жыл басынан бері 14 әлеуметтік сауалнамалар жасап, 1290-нан астам кездесу ұйымдастырып, мына қоғамдағы діннің алар орны қаншалықты екенін зерттеп, зерттеулер жүргізіп, зерттеудің нәтижесінде біз өзіміз жұмыстар атқарып келеміз. Ал енді жаңағы өзіңіз айтқан облысымызда 2.600.000-ға жуық халық бар. Оның 1/3 жастар. Облысымызда 765 астам жасымыз бар. Сол 765 мыңға жуық жасымыздың қазіргі таңда тікелей әрекет етіп жатқан 76 бірлестігі бар. Қарап отырсаңыз, облысымызда бірлестікте, қоғамдық ұйымда өте
көп. Былайша айтқанда облысымыздағы халықтың қоғамдағы қатынасқа араласуы өте тығыз дегім келеді. Мынау жаңа өзіңіздің сұрағыңызға елбасының жақында ғана айтылған 20 қадам жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты мақаласына келетін болсақ, облысымызда арнайы шара бекітіліп, ол барлық жерде талқыланып, қолдау тапты. Соның ішінде жаңа өзіңіз айтқанда елбасының өзі тікелей мына біздің жастарымызды еңбекке, білімге шақырып жатыр. Қалай еңбек ету керек екенін айтып жатыр. Қалай білім алу керек екенін күні кеше осы Назарбаев университетінде тікелей жаңа интерактивті лекция арқылы да елбасымыз жастарға бүгінгі өмірде алар орында білімнің қаншалықты мағыналы мәнді екенін нақтылап айтты. Сол бойынша біздің облыстың барлық ұйымдарда, барлық мемлекеттік мекемелерде ол лекцияда терең талқыланып, жалпылама қолдау тапты дегім келеді. Ал енді мына біздің дін мәселесіне келетін болсақ, облысымызда жаңағы айтқан 704 ислам бағытындағы қоғамдық бірлестікпен де жаңа біздің әлеуметтік бастамалар орталығы тығыз жұмыс атқарып келеді. Ол тығыз жұмысты қалай атқарады десек, қазір осы биылдың өзінде мемлекеттік тапсырыс аясында 5 кітап шығып отыр. 45-ке жуық роликтер жасалынып жатыр. Бұл біздің кітаптарымызда, роликтерімізді негізгі мақсаты жастарымызды, жалпы халқымызды кереғар діннен сақтап қалу. Оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Дін деген ол үлкен дүние. Сол дүниеге дұрыс таңдай білудің үстінде жұмыс атқарып келеді. Ал енді сол дін бағытындағы тақырыбындағы атқарылып жатқан жұмыстардың өзінің айғағы барлық облыстағы газет, теледидар арқылы арнайы рубрикалар ашылған. Рубрикаларда сол дін мәселесінде сұрақтар қойылып жатады. Сол сұрақтарға бұл кісілер жауап береді. Жалпы жаңа біздің әлеуметтік бастамалар орталығында күні бүгін 20 штаттық бірлікте өз саласының мықты мамандары қызмет атқарады. Құрметті көрермен, бұлай қарағанда үлкен ауқымды жұмыстар атқарылып жатқанымен барлық мәселені бірдей қамту мүмкін емес. Атамыз қазақ айтқан ғой, төрт тұяғын тең басқан тұлпар болмайды дейді. Біз мінекей тәуелсіздіктің небәрі 20 жылдығын артқа тастап отырмыз. Көп нәрсені елбасымыз айтқандай тақыр жерден бастап, бәрін жаңадан жасауға, жаңадан үйренуге тура келіп отыр. Міне осындай жағдайда мынау облыс әкімдігінің қамқорлығымен, ішкі саясат басқармасының жетекшілігімен, оның жанында құрылған әлеуметтік бастамалар орталығы осы көптеген мәселелердің алдын алу мақсатында құрылған белгілі. Нұржан Арыстанбекұлы, осы мәселелер турасында сіздер қандай талдау, негізгі мақсаттарыңыз, жұмыстарыңызда, функцияларыңыз талдау, мониторинг жасау екен ғой. Содан кейін әлеуметтік бастамаларды өздеріңіз анау содыр күштерге, зиянды күштерге берместен қайта инициативаны дер кезінде кетіп, соны жүйелі түрде ұйымдастырып, мұрындық болу мақсатында жұмыс атқарады екенсіздер. Сондықтан да осы мәселеге қатысты өз пікіріңізді айтып отырсаңыз. Тақырыбымыздың өзі де мемлекет, қоғам, дін деп өте маңызды мәселелер көтеріп отырғаны баршамызға аян. Өйткені мемлекет ол өздігінен еш уақытта мемлекет бола алмайды, егер де соны бір белгілі бір қоғам құрмаса. Қоғамды өзіміз мына біздің Гүлмира Жаппарқызы айтып кеткенде, бізде Қазақстан бойынша есептеп алатын болсақ, 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың мекендеген жайы Қазақстан мемлекеті. Оның ішінде біздің оңтүстік өңірі қаншама шындығында да мұсылманшылығы басым, халық санынан да өте ерекше көрсеткіш көрсетіп отырғанын баршамызға мәлім. Ал енді сол қоғамның ұстанатын бағыты кез келген заманда болсын, өткенде елбасының бір цитатына мән берсек те болады. Мынау дін лидерлерінің басқосу жиналысында ол кісінің бір айтқан өте бір маңызды бір сөзі бар. Ол жерде ол кісінің айтып кеткен мәселесінде, қай бір заманда болмасын, егер де ол халықты немесе сол қоғамның белгіленген бір ұстанатын бір бағыты, сенімі болмайтын болса, ол қоғамнан келешекті күту, келешектің өзінің жақсылықпен күту өте қиын деп келтірген. Демек, қалай болғанда да әрбір қоғамның өзінің ұстанатын бір белгілі бір сенімі болуы қажет. Осы орайда біздің енді өзіміздің мынау Қазақстан мемлекеті баршамызға мәлім, егер тарих беттерінен қарайтын болсақ, 8-9 ғасырдан бастап біздің қазақ халқы ешқандай соғыссыз ислам дінін
Кутайбата ибн Муслим сол кездегі араб әскерлерінің бастауыменен же басшылығыменен ислам діні мына өзіміздің қазіргі Тараз қаласына кіріп келді. Енді қалай берсек, демек біздің халық сонша жылдан бері қаншама ғасырлар бойы біздің қанымызға өзіміздің ұлттық тұрғыда тәрбиелік мағынасы бар исламдық дәрістерді сол исламдық мәдениетімізді таудап жастарымыз сонымен өсіп келді. Ал кеше кеңестік жағдайда біздің кеңестік дәуірде өздеріңізге белгілі сол біздің ұстанған бағытымыз біраз жылға алыстап қалғаны баршамызға мәлім. Мына Аллаға тәубе деп айтуымызға болады, өйткені еліміз егемендік алғаннан кейін егемендіктің тағы да бір жемісі өзіміздің қолымызға тіліміз, дініміз, діліміз өзін жолға қоя бастады. Одан қала берсе жергілікті біздің облыс әкімшілігі, мынау өзіңіз жаңа жоғарыда бастап келтіріп кеттіңіз, облыс әкімі Асқар Исабекұлының арнайы ұйымдастыруымен, қаулысымен әкімшіліктің ішкі саясат, облыстық ішкі саясат басқармасының жанынан әлеуметтік бастамалар орталығын мемлекеттік коммуналдық мекемесі құрылды. Енді қарап тұрсаңыз, бұл неге осы Қазақстан бойынша жалғыз мекеме болып қазір бүкіл республикада бірден бір мекеме деп есептеледі. Негізгі мақсаты бұл біздің осы оңтүстік өңірдегі ұлттық идеологияны, оның жастар мәселесі, оның ішінде мәселен жастарымыздың кері бағыттарға кетіп қалмау үшін түрлі шараларды алдын алу мақсатында біздер жоспарға кіргізіп отырмыз. Мәселен атап айтатын болса жаңағыдай семинарлар, кеңестер, кездесулер, немесе видеороликтер, түрлі сияқты сұрақтарға жауаптар деген сияқты мәселелерді біз қамтып отырмыз. Әрине енді құрылғаны бір жыл ғана, енді осы қазан айында болады, бір жыл ғана уақыт. Бір жылға бола тұрса да, бірақ та негізгі жұмысы бұл қаңтар айынан басталды. Қарап тұрсаңыз, енді бұның нәтижесі қалай? Енді мен сол мекеменің жауапты адам ретінде бір айтатыным, бұл өте өз уақытысында құрылған. Әрине ертерек те құрылса да өте құба-құп болар, бірақ та біз дәл қазір кезеңде өте бір маңызды уақытты құрылған, тағы да ештен кеш жақсы деп дұрыс айтасыз. Сол ертең кеш жақсы болса да, бірақ өте дер кезінде құрылды деп есептейміз. Неге? Қарап тұрсаңыз, біз қазір бүкіл 15 аудан қаласы бар елді мекендерге кездесу жасап жатырмыз. Біз мысалы қазірдің өзінде 6 рет айналымға, яғни аудандары мен қалаларды 6 рет айналып шықты десек артық айтқанымыз емес. Барған кезде біздің негізгі қамтитын орындарымыз сол ауданның орталығындағы мемлекеттік мекеме органдар қызметкерлері, саласында жүрген азаматтар болсын, немесе жай қарапайым қоғамдық бірлестіктер болсын, болмаса сол тіпті жаңа үлкен қалалары бар, Түркістан, Кентау сияқты, Сарыағаш сияқты елді мекендерде кәдімгідей университет, колледж, техникум сияқты студенттермен жүздесу мәселелері. Оларға арнайы тек барған кезде тек қана біз лекциялық мағынада емес, олардың жастардың дәл заманның талабына сай оларға видеоролик ретінде кеңестер беріп, оларды жаңағыдай неше түрлі қазіргі өмірде неше түрлі болып жатқан жағдайларға байланысты біз арнайы жасалған роликтерімізді көрсетеміз және соны түсіндірме ретінде не үшін осы мәселеге тоқталғанымыз жайында біз оларға баяндап береміз. Енді қарап тұрсаңыз, нәтижесі қалай? Нәтижесі енді өте бір жоғары деңгейде деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Неге десеңіз, қазіргі жалпы халықтың жалпы сондай бір рухани сусындалып тұрғанын біз өзіміз дәрістер кезінде, кездесу барысында көрдік. Неге? Бір сағатқа арналған біздің кейбір мәжілістеріміз 2-3 сағат, тіпті кей кездері болды, өткенде анау Рамазан айларында тіпті түнгі 12-ге дейін, 1-ге дейін кейбір халықтардың соншалықты сұрақтардың көпшілігі әсіресе жастардың өздеріне сұраныстар. Өйткені олар қарап тұрсаңыз сондай сұрақтарға келіп қойып отқаны, шынында да олар да түсінуге болады, олар да бір дұрыс бағытты біліп алғысы келеді. Өйткені ертең олар өздері басқа сыртта көшеден немесе жаңағы келімсектерден жоғарыда айтып кеткен неше түрлі сырттан келген, батыстан келген, шығыстан келген неше түрлі саяси мақсатта ұстанып жүрген діни конфессиялардың етегінде кетпесе, немесе кері бағыттарда жүрген секталардың ықпалында жүрмеу үшін, оларға дер кезінде біздер де алдын алу үшін біздің өзіміздің құндылықтарымызды, негізгі ұстанатын бағыттарымызды жастарға түсіндіріп беріп, онымен қоса олардың қолдарына тағы да қосымша мағлұматтарын жетілдіру үшін кітапшалар, брошюра кітапшалар беріп жатырмыз. Сол біздің кітапшалардың барлығында сол методикалық құрал ретінде деп айтсақ та болады. Олар сол жерде қысқа нұсқа, бірақ та өзіміздің қарапайым тілде, ешқандай жаңағыдай біз ауыр жаңағыдай бір терминологияны қолданған жоқпыз бұл жерде, немесе кейбір түсінбейтін діни терминдер де болады, өзіңіз білесіз. Сол діни терминдерден аулақ қылып, кәдімгі халықтың өзінің ыңғайына, сауатына лайықты қылып, біздер кітапшаларды дайындап беріп жатқанымыз бар.
мынау Гүлмира Жапарқызының арнайы өзінің тікелей біздерге тапсырмасы да бар. Оригиналс басында тек қана аудан орталығымен ғана шектелместен, анау ауылды жерге дейін барып, соларды да жағдайларын байқаңыздар деп. Дұрыс, өте шынында да біз оны көрдік. Анау мәселен анау Шардараның анау Қазақстан деген сияқты елді мекендері, сонда шалғайда жатқан. Ол жерге шынында көп адамдар бармайды екен жиналыс мәжілісіне. Тек ауданның орталығынан үйреніп қалған, барады, сол жерден қайтады. Сол себептен біз өзіміздің мынау 3 бөлім бар. Сол 3 бөлімнің мамандарын басын қосып отырған кезде біз талдау және мониторинг бөлімінің жігіттеріне әсіресе айтатынымыз, мына шекаралас біздің мынау Қазақстан мемлекеті Өзбекстанмен, осы оңтүстік өңір білесіз, Қырғызстанмен шекаралас елді мекендер ғой. Сол жерге барған кездерде ол жерде де тиісті нақты мәселелер, қай мәселеде біздің жастарымыздың қай нәрсеге ауытқуы бар, олардың жаңағыдай сол жердегі олардың көзқарастары, жастардың жалпы келешекке деген ниеттері қалай, және қай бір бағыттар олардың көңілдерінде сондай бір ерекше назар салдырады деген мәселе. Шекаралық аймаққа сыртқы күштердің әсері туралы. Оларға да біз солардың бәріне жете назар аудару үшін мамандарға түсіндірме жұмыстар арқылы тапсырмалар беріліп келеді. Олардың да шындығында да сол жерден өте нақты, тиісті мағлұматтар келіп жатыр. Неге десеңіз, сол әсіресе шекаралас жерлерде, немесе кейбір сондай басқа ұлттар көп тұрған жерлерде неше түрлі бағыттар, немесе мәселен сырттан, біздер өздеріңіз білесіздер, қазір араб мемлекеттерінде немесе оны бейресми оқу орындары да бар. Кейбіреулер жаңа араб мемлекеттерінде барлық оқуға жаңағыдай кіріп жауа болмайды, бірақ соның ішінде кейбір бейресми оқу орындар бар. Оны ешкім білмейді. Мемлекет те білмейді, тіпті сол мемлекеттің өзінің басшылығы да білмейді. Бірақ олар жасырын бөлмелерде, немесе жер астыларына сол дәрістер береді. Сөйтеді, олар сол алған ықпалы, немесе сол алған сенімдерін алып келіп өзіміздің осы жастарымызға келіп жатыр. Соның әсерінен әсіресе шынында да қазір өздеріңізге баршамыз ол жасырын емес, сәл жастарымыздың басқа бағыттарға кетіп, немесе кейбір дастархан басында жастарымыздың мынау нәрсе болады, мынау нәрсе болмайды деген сияқты, мынау ширк, мынау мәселен бидғат, анау мәселен біздің әнұранды оны сондай құрметтеу қажет емес деген сияқты неше түрлі пікірлерді біз жастардан естіп қалып жатырмыз. Осының бәрін қарап, түбін зерттеп қарасақ, сол бір діни бағыттардың, бұны діни бағыт деп айтуға болмайды, діннің атын жамылған керағар бағыттардың әсерінен бар екенін біз білеміз. Рахмет. Ал енді Гүлмира Жапарқызы, сіз облыстың жаңағы барлық осы саладағы ауқымды істерін ұйымдастырушы мекеменің басшысы ретінде агенттікпен, оның өкілдіктерімен облыс деңгейіндегі қалай жұмыстар атқарып жатсыздар, осы саладағы істеріңіз туралы бір-екі ауыз қысқаша айтып кетсеңіз. Жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, біздің болашағымыз ол жастар. Елбасының өзі осы жастарға үлкен мән беріп отыр. Осы ассамблеяның 19-шы сессиясында елбасы тікелей тапсырма берді. Жастар туралы заңға өзгерістер енгізу, жастар туралы концепция қабылдансын. Барлық облыста жаңа білім және ғылым министрлік жанында басқарма комитет құрылсын деп тапсырма берді. Сол комитеттің жастар комитеті құрылысында тапсырма берген болатын. Алайда қазір үкіметтің қаулысы шықты. Қаулыға сәйкес барлық облыста жастар басқармасы құрылып жатыр. Сол сияқты біздің облыста да жастар басқармасы құрылып жатыр. Жастар басқармасының құрамына 15 штаттық бірлікте азаматтар, жастарымыз жұмысқа алынады. Ал енді облыстағы жастар саясатындағы атқарылып жатқан жұмыстарға келетін болсақ, облысымыздың өзінде Қазақстан бойынша бірінші рет облыс әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметовтің тікелей тапсырмасымен облыста 16 жастар орталық құрылды. Жастар орталығының құрылғандағы негізгі мақсат сол жастардың өміріне тікелей араласу, жастарға дұрыс бағыт-бағдар беру, жастардың елдің жерін деген азаматтарды тәрбиелеу, қазақтың салт-дәстүріне, қазақтың діліне, тіліне үлкен мән беріп, облыс әкімдігі тапсырмасымен сондай жастар орталығы құрылғанына 1 жылдан астам уақыт болды. Барлығы аудандарда қызмет атқарады. Сол аудандағы атқарып жатқан, облыстағы жастар орталығының атқарып жатқан жұмыстарына қысқаша тоқталсақ, сол облыстық жастар орталығының өзінде 3 бөлімнен тұрады. Біреу жаңа мониторинг талдау бөлімі, біреу жұмыссыз жастармен жұмыс істеу бөлімі, біреу жаңағы дарынды жастармен қызмет жасау бөлімі. Қарап отырсаңыздар, жастарға тиесілі бар дүние сол 3 бөлімде қамтуға болады. Дәл сол сияқты барлық аудандарда құрылған жастар орталығында да сол мәселелерге нақты мамандар бөлінген. Онымен қоса айтайын деген, барлық аудандағы ішкі саясат бөлімдерінің ішіндегі штаттық құрылымның есебінен бір азамат міндетті түрде теолог
маман болсын деген облыс әкімінің тікелей тапсырмасы бар. Бұл деген сөз жастардың, сол ауданда тұратын халықтың дінге деген сұрағы болса, сол теолог арқылы алуға болады деген мақсатта тапсырма берілген болатын. Ол нақты іс жүзеге асып та жатыр. Ал енді облысымыздағы жастарға келетін болсақ, жастарымыз керемет сондай әрекетшіл, еңбекқор. Мынау елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы аясында да бизнестің 20-20 бойынша да барлық жерде біздің жастар тікелей араласып келіп жатыр. Сондықтан мынау жаңа қойған сұрағыңызға айтайын дегенім, мынау біздің ішкі саясаттағы атқарылып жатқан жастар саясатындағы жұмысқа облыстан қыруар қаржы бөлініп келді. Облысымызда қаншама жоғары оқу орны, арнайы оқу орындар бар, қаншама білім ұйымдар бар. Бағана өзіңіз ертеректе айтқандай 14-29 жас аралығында бізде 765-тен астам жасымыз бар. Сол жастардың өмірге деген көзқарасы дұрыс болсын деп, осы ашылған жаңа бағдар үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймын. Ал енді мынау қазіргі ішкі саяси тұрақтылыққа келетін болсақ, мынау дін мәселесіндегі бір ғана жағдайды айтқым келеді. Мынау өзіңіз дұрыс айттыңыз, облыста діни агенттіктің өкілеттілігі бар. Республикамызда діни агенттігі құрылды, оны Лама Шариф азаматымыз басқарады. Сол Лама Шариф біздің облыстағы дін мәселесіндегі жұмысқа, іс-әрекетке жоғары баға беріп, осы үстіміздегі жылдың 2 қарашасында республикалық деңгейде конференция өткелі тұр. Соның өзі облыстағы дін мәселесіндегі жұмыстың дұрыс ұйымдастырылған бағалайды дегім келеді. Сол республикалық конференция бірінші рет бізде өтеді. Біз осы өзіміздің облыстағы діни бірлестіктердің басқа облыстарға қарағандағы ерекшелігі неде, әрекеті неде деген сияқты сұрақтарға біз сол жерде талқылаймыз. Сол жерге осы дін саласындағы мықты діндарлар шақырылады республикалық болғандықтан. Сондықтан мен ойлаймын, осы дін мәселесіндегі жаңағы біздің әлеуметтік бастамалар орталығының атқарып жатқан жұмысы жақсы. Рахмет. Мына аңғарғанымыздай өткенде дұрыс өте орынды айттыңыз. Елбасымыздың Назарбаев университеті студенттерімен кездесуде оқыған интерактивті дәрісінің басында ол кісі былай деді: егер де ұлым дейтін елі болмаса, елім дейтін ұлы қайдан болсын деп. Бұл өте орынды айтылған сөз болды. Сондықтан да біздің мемлекетіміздің тарапынан, елбасыдан бастап, Қазақстан Республикасының үкіметі, оның жергілікті сіздер секілді өкілдіктері тарапынан атқарылып жатқан бірқатар ауқымды істердің бары, жаңағы әсіресе оның ішінде біздің оңтүстік Қазақстан облысы секілді үлкен халқы көп, одан кейін мемлекет құрушы ұлттың негізгі шоғырланған жерінде бұндай істің жүргізіліп отырғаны бізді қатты қуантады. Мына кезінде Жамбыл Жабаевтың Жетісуды уысында ұстаған Тұрпан мырза туралы айтқаны, Тұрпанның баласы Тайбағар мырза, Тұрпаннан жалғыз Тайбағар, жалғызда болса Айдаһар, ол ысқырса Жетісу, қайда жоқта қайда бар деп айтқан әңгімесі бар екен. Сол секілді мінекей елімізде Қазақстан Республикасы мемлекеттігін берік ұстап отырған облыс, оңтүстік Қазақстан облысының ішкі саясатында осы орнықты істердің атқарылуы жаңа мемлекетіміздің жалпы саясатының беріктігіне үлкен әсер ететіні белгілі. Бұл орайда жақсы істерді мұрындық болып отыр екенсіздер. Үлкен рахмет. Ал енді құрметті Нұреке, мынау сіздердің атқарып отқан жұмыстарыңыздың ауқымы әрине бірінші кезекте кереғар зиянды ағымдар мен діннің атын жамылған содырларға қарсы әрекет қой. Мына осы орайда өздеріңізге белгілі жаңағы бастапқы кезде қиыншылықтарды пайдаланып жеңілдіктерді дін саласындағы мынау біздің демократиялық зайырлы мемлекет құру барысында зиянды теріс ағымдар кіріп алды. Мінекей олардың алғашқы кезде әрекетіне қадағалау жеткілікті болмады. Соның әсерінен көптеген жастарымыз тез еліктегіш осындай зиянды ағымдарға бет бұрып қалғандар да бар. Соның зардабын тартып отқандар да бар, отбасылар да бар тіптен. Осы орайда сіздерде мына оңалту орталығы құрылған екен, бір тамаша нәрсе. Сол жаңа оңалту орталығының қызметі жалпы осы бағытта атқарып жатқан істеріңіз туралы қысқаша баяндап өтсеңіз. Дұрыс-ақ. Негізінде шынында да
біз оңалту орталығы демекші біздегі 20-ға бірліктік мамандар, оның ішінде дін танушы, ислам танушы, теологтар, әлеумет танушылар және психолог мамандар қызметтерін өз міндеттемелерін атқарып келе жатыр. Сол біздегі арнайы телефон жүйесі де қазір теледидарлардан біз беріп жатырмыз. Ол жерде кез келген біздің облысымызда мәселен уже жасырын құпия сақталады, олардың ішкі жағдайлары, айтылған мәселелердің барлықтары сол жерде телефон шалу арқылы біздерге арнайы келіп, біздегі сол жерде мамандармен жұмыс жасау арқылы олардың дұрыс бағытқа тәрбиелену үшін өздерінің бұрынғы кейбір жастар болды, шынында да адасып барып өздерінің топтарына өзіміздің кәдімгідей ұстанып келе жатқан бағыттардың дұрыс екенін білгендер де бар. Осы орайда бұл жұмыс жалғасын тауып келе жатыр. Біз неше түрлі сондайға ұшыраған азаматтармен де жұмыс жасап жатырмыз. Арнайы оған тіркелген біздің кітапшамызда бар, мәселе сондай жұмыстар атқарып жатыр деген. Бірақ бұл айтып жатырмын ғой, біз әлде де кейбір азаматтар кейбір мағлұматтарды әлде де мысалы жасырғысы келеді. Немесе кейбіреулер өздерінің адасқан, бізде мәселен кездесу барысында талай айтқандары бар. Мәселен біздерге айтады, осындай достарым немесе менің құрбыларым осындай топқа барады. Бірақ олар өздері айтпайды. Сол себептен осындай жерлерде үйлеріне немесе осындай адрестері бар, сондай мүмкіншіліктер бола ма деп сұрап жатады. Біз айтамыз, әрине, егер сіздер тиісті солардың адрестерін немесе мекен-жайларын анықтап беретін болсаңыздар, біздер дайынбыз барып олармен сұхбаттасып жүргізу, сұхбат арқылы оларды жақсы сөзбен өздерінің біздің бағытымызға қайта шақыру. Қарап тұрсаңыз, біз қазір осында жергілікті ішкі істер басқармасымен біргелікте олардың жаңағыдай білесіз құқық қорғау органдарында сондай бір жағдайлар тіркелген кезде кейбіреулері заңдылық жағдайларына мән беретіні бар. Бірақ біздермен бірге қазір біргелесіп жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерде олар сондай жерде көрсеткен кезде біздер біргелікте барып, әрине кей кездерде біздердің өздеріміздің еркіндікпен баруға да хақымыз жоқ. Сол үшін сол құқық қорғау органдарының азаматтарымен барған кезде олар тек қана сол жерді бізге анықтап берсе, басқа уақытта қалғандарын біздер сол жағдайда сондай зардапқа ұшырағандарға, адасқандарға, сол адасушы топтарға кеткендерменен дұрыс мәміле жұмыс арқылы. Мәміле болғанда бұл жерде білім мәселесінде өте ерекше мәселе болған, біз бұған назар салуымыз керек. Өйткені білім мәселесіне келген кезде кейбір жастар сол білімнің таяғыздығынан басқа бағытта кетіп жатқаны мәлім. Сол себептен біз бұл алдағы уақытта бұл жоспар әлде де жалғаса береді. Сол үшін біздегі білікті де білімді мамандар адасқан бауырларымызды, қарындастарымызды өзінің дұрыс жолына бастап, халқымыздың рухани, салауатты қоғам құруына атсалысақ деген жақсы ниеттеріміз бар. Рахмет. Мінекей бүгін бір эфирде тамаша әңгіме болды. Мына қалың көпшілік осы өзінің көкейін толғандырып жүрген мәселелер туралы біздің үкіметтің жергілікті билік органдарының тарапынан атқарылып жатқан істер туралы жақсы құлағдар болды ғой деп есептеймін. Ал енді мына өздеріңізге мәлім, құрметті көпшілік, осы көптеген жаңа айтып отырған келеңсіз жағдаяттардың бәрі біздің алғаш кезде тәжірибеміздің жоқтығынан, жаңағы көптеген діни тағы да кереғар ағымдарды қадағалауға мүмкіндігіміздің басында болмауынан және мынау кейбір заңдық актілеріміздің, заңдарымыздың солқылдақтығынан орын алған белгілі. Есіміз жиып етегіміз жапқалы бері болса да үлкен ауқымды істер атқарылып жатыр. Ал енді осы бүгінгі жиын отырысты қорытындылай келе бір ауыз сөзбен түйіндесеңіздер, құрметті Гүлмира Жапарқызы. Тілегіңіз соңғы. Осы бүгінгі ашылған бағдарлама халықтың ойынан шықсын деп тілейміз. Себебі мемлекет, қоғам, дін сөздердің өзі өте ірі. Мемлекетті қоғам қалыптастырады, қоғамдағы діни жағдайға қарап мемлекеттегі саяси тұрақтылықты айтуға болады. Сондықтан мынау біздің облысымыздың осы қоғамдық ішкі саяси тұрақтылықты қалыптастыруда, оның ішінде діни бағыттағы атқарар жұмыстарымыз ойдағыдай болады. Себебі оған облыстан әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қыруар қаржылар бөлініп жатыр. Облыстық бюджеттен қосымша барлық аудан қалаларда да осы ішкі саяси тұрақтылықты нақтылау үшін, алдын ала зерттеп, алдын алу үшін, тек тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін де қаншама азамат жұмыс атқарып келеді. Алайын осы жұмыс еңбекті болсын, еңбегіміз жемісті болсын, қоғамымыз тыныш болсын.
Мінекей, құрметті көпшілік, дана халқымыз айтқандай, төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау болса ауыздағы кетеді дейді. Мінекей осы төртеудің түгелдігіне бағытталған, соны қамтамасыз етуге бағытталған, мінекей облыс деңгейінде ашылып отырған осы бағдарламамыз өміршең болсын. Алла жар болып істеген істеріміздің қашанда жақсы нәтижелеріне жеткізе берсін. Сіздер де жүрген жерлеріңіз абыроймен қызмет атқарып, еліміз үшін, халқымыз үшін аянбай қызмет ете беріңіздер. Құрметті көпшілік, назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, қош сау болыңыздар.